Экстремистер мен террористер үшін деструктивті діни ағым қалған болады. Олардың дәстүрлі діндерге ешқандай қатысы жоқ. Деструктивті діни ағымдардың ерекшелігі заңсыз әрекеттерін дінмен бүркеуге тырысады. Дін атын жамылғандардың жиі жасайтын қылмыс түрлері ұрлық, алаяқтық, қоқан-лоққы мен ақша бопсалау. Теріс ағым өкілдері өз қылмысын дінмен ақтайды. Қылмыстан тапқан ақшадан өз жамағатымыздағы адамға көмектессек, өз ұстанымымызды насихаттасақ, адал деген ұғым қалыптастырған. Бұл жалған, барлығы қылмыс, мақсаты пайдакүнемдік. Олар еліміздегі заң жүйесін шайтанның заңы деп мойындамайды. Намаз оқымайтын адамдарды кәпір деп айыптап, мал дүниесіне қол сұғуды өзіне адал деп есептейді. Қатардағы қарапайым адамның біреуді себепсіз кәпір деуі үлкен күнә. Ислам діні қоғамның тұтастығына, елдің бірлігіне сызат түсіретін, адами құндылықтарға сай келмейтін құбылыстарға түбегейлі қарсы. Бұл әрекеттердің барлығына Қазақстан Республикасы заңнамасында қылмыстық кодекске сай жаза қарастырылған. Біліңіз, кез келген дәстүрлі дін қылмыс пен заңсыздықты құптамайды.